Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі 1-ші сынып 88-ші сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. 1-ші жаттығу мәтінді мәнелеп оқы. Орманшының баласы. Орманшының баласы бір шыбықты сындырмақшы болады. Сол кезде ол ағаштардың әңгімесін естиді. Аққайың айтыпты: мен өскенде бесік боламын, кішкентай бөбекті тербетемін. Теректің жас шыбығы: мен өскенде ойыншық боламын, балаларды ойнатамын дейді. Қарағай: мен үлкен үй боламын депті шаттана. Ал мен кім болам? Депті сонда бала. Сен ағаш шебері бол депті оған ағаштар. Жарайды деп шыбықтарды сындырмапты. Сол бала өскенде ағаш шебері болыпты. Балалар, бөбек дегеніміз 1 жасқа дейінгі баланы айтады. Мәтін бойынша сұрақтар берілген, осы сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім туралы? Мәтін орманшының баласы туралы. Бала жас шыбықты неліктен сындырмады? Бала жас шыбықты ағаштардың әңгімесін естігеннен кейін сындырмады. Баланың ағаш шебері болуына не себеп болды? Баланың ағаш шебері болуына ағаштардың әңгімесі себеп болды. Ағаштардан қандай бұйымдар жасайды? Ағаштардан көптеген бұйымдар жасайды. Соның ішінде бесік жасайды, ыдыс-аяқтар жасайды, ойыншықтар жасайды, және де көптеген жиһаздар. Үйге, құрылысқа, жалпы адам өміріне қажет заттардың барлығы осы ағаштардан жасалады. Мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздерді тап, оларға сұрақ қой. Балалар, мәтіндегі заттың сынын білдіретін сөздер ақ, кішкентай, жас, үлкен деген сөздер. Бұл сөздердің барлығына қандай деген сұрақ қойылады. 2-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз. Шебер өнерлі, ұста, ісмер адам. Ағаш шебері ағаштан түрлі бұйымдар жасайды. Олар берік әрі жеңіл болады. Балалар, қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сызамыз. Олар өнерлі, түрлі, берік және жеңіл деген сөздер. Бұл сөздердің барлығына қандай деген сұрақ қойылады. 3-ші жаттығу жаңылтпашты тыңда, жаттап ал. Ықсан ұста, ұстаз ұста, үш ұстаға ұстаз ұста. Балалар, жаңылтпашты жаттап аламыз, және де жаңылтпашты айтқан кезде жаңылмай тез айтуымыз керек. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, сендерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, және де каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы сабақтарды оңай әрі тез тауып алатын боласыңдар. Назарларыңа рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге тек қана сабақта 5-тік баға алуларыңа тілектеспін.